дәл осындай үгітілмелі, қатпарлы, көтерлік болып шығатын қаттаманың рецептісін білгіңіз келсе, онда видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға тұзымызды және де бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Керекті заттардың барлығын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Ұнымызды осылай бөліктерге бөле отырып салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа көлемдегі қамыр болып шығу керек. Енді қамырымызды осылай жақсылап басып, 5-10 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Егер сізге менің видеом ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз, және де лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай жақсылап илеп алғаннан кейін қамырымызды тұндырып қоямыз. Енді тұнған қамырларымызды алып, 2 бөлікке бөлетін боламыз. Дәл осы рецептімен үлкен 2 зуаладан 9 штук қаттама шығаруға болады. Осылай дөңгелек 2 бөлікке бөліп алып, тағы да дөңгелектеп, тағы 5-10 минутқа тұндырып қоямыз. Қамыры неғұрлым июі қанып көбірек тұрған сайын, біздің қамырымыздың жайылуы да әдемі болады, яғни бір тегіс қамыр болып жайылады. Шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмайды. Қамырды көбірек алдын ала илеп, көбірек тұнып тұрғаны өте дұрыс. Осылай қамырымызды дөңгелектеп алғаннан кейін тағы да 5-10 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Видео ұнап жатса, лайк, комментарий басып қалдыра кетіңіздер. Енді тұнған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Мінекей осылай ұн себіп, жақсылап жайып аламыз. Енді сіздерге менің видеом ұнап жатқан болса, осы рецептімен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге өте әдемі болып шығатын рецептілердің бірі. Неге осылай жақсылап жайып шығатын боламыз. Енді осылай жұқа етіп жайылған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды жағамыз, маргарин болса да болады. Тағы бір құпиясы, менде ол бөлік түспей қалыпты. Майды еріту барысында шым-шым қасықтың, шай қасықтың ұшында ғана ас содасын салып жіберсеңіздер, қаттамаларыңыз өте әдемі болып шығады. Яғни шым-шым ас содасын салған кезде бізде реакция пайда болады. Сол реакцияның пайда болу барысында біздің қаттамамыз өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде шым-шым ғана көп салып жібермеңіздер. Ас содасын саламыз. Міне осылай. Енді сол арасына жағылған майымызды қамырға жақсылап жағып, қамырды бір-бірімен беттестіреміз видеодағыдай. Неге осылай жақсылап бір-біріне беттестіріп аламыз. Енді осы қамырларымызды тағы да бірнеше бөліктерге бөле отырып, дөңгелекшелер жасайтын боламыз. Неге пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп аламыз. Жақсылап бөліктерге бөліп алғаннан кейін бірнеше, менде 4 бөлік шықты. Енді осылай дөңгелектейміз. Қамырға қараймыз. Егер қамырымыз кішкентай болса, бір бөліктен келесі бөліктің тағы да осылай орап алатын боламыз. Мінекей. Енді осылай шетінен басып қоямыз. Қамыр өте қатпарлы болып шығады. Дәл осылай орасаңыздар. Мінекей осылай ораймыз. Енді келесі қамырдың үстінен дәл осы процеспен істеп шығатын боламыз. Мінекей. Бұл қамыр бізде
қамырдың ортасы шеті үлкен көлемде кесілгендіктен үлкен болып кетті. Артық бөлігін осылай кесіп аламыз да, келесі қамырдың бөлігіне осылай бөлік жүрген бөліп ораған кезде қосып жіберетін боламыз. Мінекей, енді әрбір бөлікті бөліп алғаннан кейін осылай оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығатын боламыз. Ешқандай ұнды қажет етпейді. Ұнды сеппей де әдемілеп жайып шығуға болады. Негізі қаттамаға ұнды аз істеткен сайын, неғұрлым аз істетсеңіз, сіздің қаттамаңыз соғұрлым әдемі болып шығады. Мінекей, осылай қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Әрбір бөлікті осылай жайып шығатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызға салып, жақсылап пісіріп аламыз. Екі беті қызарғанша. Май қызғаннан кейін міндетті түрде оттың астын баяулатамыз кішкене. Себебі қызып тұрған майға оттың асты қатты болып тұрса, қамырымыз піспей қалады. Осылай қызып тұрған майға салғаннан кейін оттың астын баяулатамыз. Байқасаңыздар, қамырымыз көтеріліп жатыр, өз көлемінен үлкейіп көтеріліп жатыр, орталары, яғни пузырькалар пайда болып жатыр. Міне осылай жақсылап екі бетін қызартып, асықпай пісіріп алатын боламыз. Неге? Әрбір бөлікті дәл осылай пісіріп шығамыз. Міне, байқасаңыздар, қамырымыз өте қатпарлы және де әдемі. Әрбір піскен бөлікті міндетті түрде газеттің немесе қағаз майлықтың үстіне қойып, осылай майын сорып алатын боламыз. Сонда қаттамамыз әдемі болып шығады. Байқасаңыз, міне күттірлік әрбір бөлігі, дауысы да, дәмі де енді сөз жоқ.